Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа дайындауға болатын құймақтар дайындап үйренеміз. Өте дәмді болып шығады. Ал енді ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін 3 немесе 5 қасық тәттілігіне байланысты қант саламыз. Мен 4 қасық салдым. Сіздер тәттілігіне байланысты 3 немесе 5 қасық салсаңыздар да болады. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Мен вилкамен араластырдым, сіздер венчикпен, миксермен араластыра берсеңіздер де болады. Енді біз жылы сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы жылы болу керек. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін біз ұнымызды саламыз. Ұнымыз електен өткізілген болу керек. Ең алдымен жартысын салып араластырып аламыз, содан кейін жартысын салып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасыққа жетпейтін содамызды саламыз. Мен бұның алдында тағы 1 рет салғанмын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымыз комок болып қалмауы керек. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін кипятокты құямыз. Кипятокты аз-аздан және де тестаны тез араластыру арқылы қосамыз. Ең соңында 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Қамырымыз осындай болуы тиіс. Ең алдымен табамызды қатты қыздырып аламыз. Одан кейін аз-аздан осылай қамырды құйып, араластыру арқылы саламыз. Осындай кондитерский силиконовый лопатканың көмегімен мен аударамын. Сіздерде бұндай болмаса, вилканың көмегімен аудара берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай табаға жабыспайды. Ал егер сізде табаға жабысып жатса, табаға сұйық май жағыңыз. Құймақтың бірінші жағы ұзақ піседі, ал екінші жағы тезірек піседі. Сондықтан да екінші жағын тез пісіріп алып отырыңыз. Міне осылай барлық құймақты пісіріп шығамыз. Құймақтар осындай ажурный, дәмді болып шығады. Жасауға кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.